Ақтөбе гуманитарлық колледжінің педагогика және психология оқу-әдістемелік бірлестігінің оқытушысы Мурадили Назира. Бүгінгі педагогикалық шеберлік негіздері пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы педагог мамандығындағы актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері. Сабағымыздың мақсаты болашақ студенттер бойында актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері түсінігін, өзін-өзі жетілдірудің өнерін, үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігін қалыптастыра отырып, студенттердің өз бойындағы актерлік және режиссерлік шеберлік элементтерін, қызығушылық, шығармашылық, іскерлік қабілеттерін дамытуды жүзеге асыру. Күтілетін нәтиже педагог мамандығындағы актерлік және режиссерлік шеберлік элементтерінің маңыздылығын біледі, түсінеді және жетілдіре алады. Сабағымызда мынандай 3 мәселе төңірегінде қарастыратын боламыз. Оның бірі педагогикалық және театралды өнердегі ортақтық пен айырмашылық. Екінші, Константин Станиславскийдің педагогтар дайындаудағы театралдық жүйесі және принциптері. Үшінші, бұл педагогикалық әрекеттегі актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері. Жалпы педагогика бұл әрі ғылым, әрі өнер. Педагогика теориялық жағынан алып қарағанда бұл ғылым, ал тәжірибелік жағынан келгенде бұл өнер. Өнер талант пен шеберліктен туындайды. Педагогикалық артистизм, яғни шеберлік туралы көптеген ғалымдар зерттеулер жүргізген болатын. Оның бірі Аманашвили, Булатова, Загвязненский, Макаренко, Азаров, Зязюн, Гарипова және тағы да басқа көптеген ғалымдар бар. Шетел тілінің сөздігінде артистизм, яғни әртістік деген ұғым, бұл көркемдік дарындылық немесе бір істі жоғары деңгейде шебер орындау деген мағынаны білдіреді. Және де осы Гарипова артистизм деген ұғым 3 маңызды қасиеттердің жүйесін құрады деген. Оның бірі психофизикалық және эмоционалды эстетикалық, және үшіншісі бұл көркемдік логикалық қасиеттер жүйесі екен. Жалпы педагог ол өз пәнін жетік меңгерген, ғылым мен өнердің тиісті салаларынан хабардар, оқыту мен тәрбиенің әдістерін жетік игерген маман. Ал актер драмалық спектакль мен кинофильмде өз рөлін орындаушы. Ал режиссер ол үйретуші, қойылым және автор мәтінімен жұмыс процесін талдаушы және түсіндіруші болып келеді. Осы актерлік жөнінде Ефремова актерлік көркем дарындылық, талант, көрнекі шығармашылық қабілет, асқан шеберлік, ерекше әсерлі мәнер деп керемет айтып кеткен болатын. Және де Булатовада актерлік тәрбиеленушіге әдемі, әсерлі, түсінікті ғана емес, эмоционалды әсер ету деп айтып кеткен болатын. Міне, мұғалімнің жалпы сабақтағы рөлі бұл сценарий авторы. Яғни сабақ жоспарын мұғалім өзі жазады, өзі құрады. Және екіншіден мұғалім режиссер, актер және импровизатор. Міне, мұғалім сабақта осындай 4 басты рөлді атқарады екен. Макаренко театрда біз актердің ойынынан, яғни рөлінен ләззат алатын болсақ, педагогикада сол тірі организм, бірақ мұнда ойнамайды, тәрбиелейді деп айтып кеткен болатын. Ал Мәлік Ғабдуллин мұғалім балаларды тек оқумен ғана тәрбиелемейді, сыртқы келбеті, жүріс-тұрысы, киім-киісі арқылы да тәрбиелейді деген болатын. Педагогикалық өнер мен театралдық өнердің ұқсас жақтары өте көп. Сондықтан мұғалімге актерлік қызметтің заңдылықтарын, принциптерін білу өте маңызды. Әсіресе педагогтың шығармашылық қабілетін дамыту үшін актерлік өнердің маңызы өте зор екен. Және де осы педагогикалық қызмет пен актерлік қызметтің арасында көптеген ұқсастықтар бар.
ол мазмұндық ерекшелігі, инструменталдық ерекшелігі, процессуалдық ерекшелік, құрылымдық ерекшелік және концептуалдық ерекшеліктер болып келеді. Мазмұндық ерекшелік бұл екі қызметте де адамдардың дара ерекшеліктеріне қарай ынтымақтастық әрекеттесу арқылы өтетіндігі. Сондықтан мамандарға жақсы коммуникативтік қабілеттіктер қажет. Ал инструменталдық ерекшелік бұл актердің психофизикалық табиғатына ықпал жасау инструмент ретінде. Ал процессуалдық ерекшелік бұл шығармашылық көпшілік алдында өтеді. Уақытқа шектеулі, нәтиже өзгермелі, уайым ортақ, шығармашылықтың ұжымдық сипатта өтуі. Құрылымдық ерекшелік бұл материалды саралау, мәселені белгілеу, ойдың пайда болуы, оның іске асуы, нәтижені саралау, түзету, енгізу. Ал концептуалдық ерекшелік бұл тәрбиешінің әлеуметтік функциясының іске асуында интуицияның, сезімнің, шабыттың, кәсіби эмоциялардың болуын автоматтандырудың орын алмауы болып келеді. Педагогикалық қызмет пен актерлік қызметтің арасындағы айырмашылықтар, яғни актерге сценарийді режиссер жазады. Ол біреулердің, яғни түрлі рөлдерде ойнайды. Ал мұғалім өзінің рөлін өзі ойнайды. Өзі, яғни сценарий жазады, яғни сабақ жоспарын өзі құрады, өз рөлін өзі ойнайды. Ол әрі актер, әрі режиссер. Мұғалім актердей аудиторияның алдында тұрғанда тыңдаушылардың назарын өзіне бірден аудара алатындай қабілеттерін жоғары дәрежеде дамытуға тырысуы қажет. Және де Макаренко осы мұғалім мен актердің қызметтерінде көптеген ұқсастықтар бар деп айтып кеткен болатын. Олар өздерінің дауысын, көңіл күйін, денесін меңгере білулері керек. Екі маман иелері де аудиториямен жұмыс істеуде аудиторияның назарын өзіне аудара білулері қажет деп айтып кеткен болатын. Енді аудиторияға ықпал ету ерекшеліктеріне тоқталсақ, мұғалім бұл тәрбиелік ықпалды арнайы, бағдарлы, жоспарлы түрде арнайы мекемелерде жүзеге асырады. Аудиториясы шектеулі, тәрбиелік қызметтермен қатар білімдендіру бірге қатар жүреді, педагогикалық қызметін атқарады, этика мен эстетика сияқты ұстанымдарын басшылыққа алады. Ал актер тәрбиелік ықпалды жоспарлы түрде жүзеге асырмайды, аудиториясы ауқымдылық жағынан өте кең, білімдендіру қызметімен міндетіне кірмейді, өз мамандығынан тыс ұстанымдарға сүйенбейді. Ал екеуіне тән бұл аудиторияға тәрбиелік ықпал ету, көпшілік санасына әсер ете алу қабілеті, коммуникативтілік, харизма, амбиция, көпшілік зейінін өзіне аударта білу және қоғамдық көзқарасты қалыптастырушы болып келеді. Міне, екеуі де, мұғалім де, актер де қоғамдық көзқарасты қалыптастырушы тұлғалар. Константин Станиславский өзің жақсы біле отыра, дұрыс тәртіпке келтіруге тырыс, сахнаға шығарда тек өзінің сырт келбетін жөнге келтірумен қатар ішкі жан дүниесін дайындауы қажет. Сонда ғана мұғалім актер сияқты өзін ұстай алады деген болатын. Константин Станиславскийдің принциптері бұл өмір шындығы принципі, жоғарғы тапсырма принципі, іс-әрекет белсенділігі принципі, табиғи принцип және өзгеріс принциптері жөнінде көптеген зерттеулер жүргізген болатын. Константин Сергеевич Станиславский бұл орыс театрының режиссері, актер және оқытушылық қызмет атқарған. Осы Константин Станиславскийдің принциптеріне тоқтала кетсек, яғни ол алғашқы бірінші өмір шындығы принципі. Бұл шығармашылықта ешқандай өтірік, жасандылық болмау қажет.
және жоғарғы тапсырма принципі. Бұнда педагог үшін де, актер үшін де жоғарғы тапсырма бұл мінез құлқын анықтайтын энергия көзі. Және де іс-әрекет белсенділігі принципі бұл бейне мен сезімді жай ғана сомдау емес, іс-әрекетте көрсету. Табиғи, яғни шынайылық принципі бұл аудиторияны шынайылықпен жаулап алу және басқару. Және өзгеріс принципі бұл сомдайтын рөлдің бейнесін көрсету, яғни уайымдау, сезіну, түрлі эмоцияға беріліп, рөлдің бейнесін сомдап шығу. Міне, актер де, мұғалім де осы принциптерге сүйенгені дұрыс деп атап кеткен болатын. Және де Станиславский оқушының жан дүниесін түсініп, жұмыс жасауды ұсынды. Ол мұғалімнің 4 типін, яғни 4 түрін атап көрсетті. Олардың бірінші түріне белсенді, қиялы жақсы дамыған, әркез ізденушілікпен айналысатын мұғалім. Олар сабақты жаңа әдістермен өткізуге тырысады. Ал екінші түріне белсенді емес, өз пәніне деген немқұрайлықпен қарайтын мұғалім. Және бір ізбен жүрмейтін мұғалім. Бұл үшінші түріне жатады. Бір ізбен жүрмейтін мұғалім. Бірде қызықты, кейде жалқаулық танытатын. Бұл мұғалім кітаптағы материалды қайталап, ешқандай жаңалық енгізбейді. Ал төртінші түріне еш нәрсе, тіпті кітаппен де, ізденушілікпен де айналыспайтын мұғалім түрі. Мұндай мұғалім тіпті болмау керек деп атап көрсеткен екен. Міне осындай Станиславскийдің атап көрсетіп кеткен мұғалімнің 4 типіне біз тоқталдық. Енді педагогикалық және актерлік, режиссерлік әрекеттерді біріктіретін жалпы белгілер. Бұл адамдармен шынайы ынтымақтастық, әртүрлі адамдардың өзара әрекеттесуі, адамның адамға белсенді әсері, бір-бірінен белгілі бір тәжірибені шақыру, шығармашылық қызмет көпшілік алдында жүзеге асырылады, ол уақытында реттеледі, және актер мен көрерменнің, мұғалім мен оқушының сезімдері мен тәжірибелері үндестікке, дәйектілікке, шығармашылық ұжымдық сипатта болады. Міне осындай жалпы белгілері бар. Және де педагогикалық мамандықты алатын студенттердің әртістік, яғни артистизм деп айтуға болатын негізгі ерекшеліктер деп мыналарды есептеуге де болады. Яғни өзінің сезімдерімен, ойларымен, күйзелістерімен, ассоциациясымен іште, жүректе әрдайым пайда болатын дүниемен бөлісу қабілеттілігі, өзінің сезімдерін басу және сыртқа тастағысы келетін сезімдерді ғана тастау икемділігі, және әртүрлі болу, таңдандыру шеберлігі, кез келген істі жүргізу қабілеттілігі, қызықтырып, әсерлендіру, қоршаған адамдарды өзіне сендіруге мәжбүрлеу шеберлігі, яғни тартымдылықтың да болуы. Және келесі бұл көпшілік алдында батыл болу. Әртүрлі адамдармен қарым-қатынас кезінде жеңілдікті сезіну, барлық жағдайда да оларға және өмірге қызығушылық таныту, ақ көңілділік. Және еркіндік сезімі, мүмкін еместі елестету шеберлігі. Келесі бұл қанағатшылық сезім, әсершілдік сезімталдық және шапшаңдылық, бай қиял, юмор сезімдері. Және өмірден, адамдардан әрдайым жаңа бір нәрсені іздеу. Және келесі бұл зеректік, түсінгіштік, білімді болу. Студенттер, міне сіздердің бойларыңызда осындай ерекшеліктер бар. Яғни бұл да әртістіктің, жаңағы артистизмнің бір элементтері деп айтуға да болады. Енді сіздерге мынандай сұрақтар қойғым келеді. Мұғалім актерлік шеберлікті қалыптастыру керек пе? Неліктен? Келесі сұрақ. Мұғалімнің шығармашылық даралығы, көркемдік қабілеті, сөйлеу эстетикасы, әзіл сияқты қасиеттерінің болуы қаншалықты маңызды?
Келесі сұрақ. Мұғалімнің қандай қасиеттерін ең маңызды деп санайсыз? Жақсы. Осы сұрақтарға жауапты төмендегі почта арқылы жауап жіберулеріңізге болады. Келесі төрт сөйлем әдісі ретінде енді біраз жаңа теориялық ақпарат алдыңыздар. Енді осы әдіс арқылы мен сіздерге мынандай тапсырма бергім келеді. Яғни мұғалімнің актерлік шеберлікті қалыптастыруы оның қызметінің өнімділігіне әсер етеді ме? Осы сұрақ төңірегінде өзіңіздің пікіріңізді бір сөйлеммен жазу керексіздер, яғни пікір білдіресіздер. Оған бір сөйлеммен дәлел келтіресіздер, және осы дәлеліңізге мысал келтіру керексіз. Ол да бір сөйлеммен, және осының барлығын бір сөйлеммен қорытындыласаңыздар. Осы төрт сөйлем әдісіне, осы тапсырмаға жауап беріп, мына төмендегі электронды почтаға жауаптарыңызды жіберсеңіздер, мен сіздерден жауап күтетін боламын. Мұғалімнің бір ғана сыры оның мамандығы. Бұл дүниеде теңдесі жоқ мамандық, бұл мұғалім мамандығы. Сондықтан ұстаз адам кәсіби мамандығына құштар, оны жан тәнімен сүйіп, барлық өмірін соған арнауы тиіс. Өз мамандығына жан жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық этиканы да, ұстаздық техниканы да, шеберлікті де жақсы меңгереді. Және құрметті студенттер, сіздерден болашақ маман ретінде сіздерден жақсы, шебер, барлық этиканы да, техниканы да меңгерген шебер ұстаз шығатынына мен кәміл сенемін. Енді бағалау ретінде бас бармақ әдісін алдым. Осы теориялық материалдарды түсінген болсаңыздар, барлығын түсінсеңіздер, бас бармақтарыңызды жоғарыға, енді түсініп келемін десеңіздер, жанға, және түсінбедім десеңіздер, төменге қарай бас бармақты белгілеп, бағалап жіберсеңіздер. Бүгінгі тақырыпты толық барлығын түсінді деген ойдамын. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.